Allahu akbar. Данияр, кеттік. Қайда? Бір темекі жейді. Кешке нәрен жадан темекке. Темекі кенес, бауырым. Қасиетті Рамазан айында осындай жаман әдетіне алсаң жақсы болар еді негізі. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, құрметті мұсылман бауырлар. Ораза ұстаудағы мақсат біз өзіміздегі кемшіліктерді жою, немесе бойымыздағы жаман әдеттерді, мінез ақлақты кетіру болу керек. Бұл темекі шегу, насыбай ату, бұл жаман әдетке жатады. Бұл істі күнә деп атаймыз. Макрухы тахрими деп үкім айтылады. Демек ол харамға жақын, сол макрух амал, ол күнә амал болып саналады. Міне ораза ұстағанда да мен осы оразаны ұстасам, осы бір ай бойы сол темекі шекпесем, насыбай атпасам, оразадан кейін де сол жаман әдетті сол әрі қарай соны жойып кетірсем деген осындай мақсат болу керек. Ал енді осы темекі шегіп жүрген, немесе насыбай атып жүрген адамдар ораза ұстау керек. Ал енді сол ораза кезінде егер темекі шегетін болса, немесе насыбай ататын болса, демек оның оразасы бұзылады деп бірден біз айтамыз. Темекі түтіні, одан бөлек мысалы топырақ, шаң, ұнның тозаңы, қардың ұшқыны, жауынның тамшылары тамаққа еріксіз кірсе, онда ораза бұзылмайды. Мысалы қасында бір адам темекі тартып тұр, оның түтіні келеді. Еріксіз сол түтінді біз иіскеп қоямыз, ішімізге кетіп қалады. Бұл сол темекінің, сол түтін иіскеген адамның оразасы бұзылмайды. Ал темекі тартып тұрған, ораза ұстаған адамның оразасы бұзылады. Оны әдейі ішке тартып иіскесе, немесе әдейі жұтса, демек ораза бұзылады екен. Рамазаннан кейін сол күннің қазасын өтеу керек болады. Алла Тағала ұстап жатқан оразаларымызды, басқа да құлшылық ғибадаттарымызды Алла қабыл еткей.